Ассалаумағалейкум достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз тағы да бұрынғыдай мен бір күн ішінде бір қолмен тартуды үйрендім. Соның бір күннің ішінде бір қолмен тартуды қалай жасауды кеттік. Бір күнде бір қолмен тартуды үйрену үшін сіздерге мен өзімнің қалай жеткенін айтайын. Мен просто так осы видеодағы қазір көресіздер. Осы видеодағы 30 күндік челленджді Рамазанмен бірге орындадым. Сөйттім де, соның арқасында мен одан кейін біраз тренировкалар өткіздім. 360-ты жасадым, анан жасадым. Сөйтіп қанша уақыттан кейін бір күн тренировка істедім де, келесі күні бір рет қолмен тартылуды үйреніп кеттім. Міне көресіздер, оған дәлел. Бірақ та одан кейін қазір бір қолмен тартылмай кеттім. Себебі бір қолмен тартылу үшін мен бір түсінгенім, бір қолмен тартылу үшін сіздерге кәдімгідей тек қана турникпен екі қолмен тартыла бермеу керек, бір қолға тренировка істеу керек екен. Әрқашанда бір қолмен. Ең күшті жаттығуды сіздерге әзірше айтпай тұрамын. Бізде қазір аз подписчик, сосын актив аз. Сол себептен сәл актив көтеріле берген кезде сіздерге көрсететін боламын. Себебі ол өте құнды ақпарат. Одан кейін достар, каналға тіркеліңдер, лайк басыңдар, коммент жазыңдар, және қоңырауын басуды ұмытпаңыздар. Алда талай жақсы видеолар күтіп тұр, талай. Сондықтан да сау болыңыздар. Пока. Сау бол.